Біздерде бүгін 2200-дік инкубатор. Соны қазір тестировать етіп жатырмыз. Мына жерде цепной механизм, системасы переворот. Оны негіз актуаторға өзгертеміз. Вентиляторлар. Ылғалда тен тұрған, теннің орнына екі вентилятор қойдық. Қазір мысалы негізі бұл жерде контроллер тұрып еді, мына жерде. Оны алдық та үстіге шығарып тастадық жоғарыға. Мысалы қазір датчиктер әр этажда тұр бізде. Текущий температура газы бізде контроллерда 37-де 5 көрсетіп тұр. Датчикта қазір средний температура тоже 37-де 5 көрсетіп тұр. Қазір температуралардың каждый яруста қанша көрсетіп тұрған көрейік. Мысалы мына жерде 8 этаж. 8 этаж и датчиктер әр этажда орналасқан. Мысалы бірінші датчик пен екінші датчиктің арасы 0,4-0,3 градусқа дейін расхождение. Мынауымыз бірінші датчик яғнымыз, ол 37-де 7 көрсетіп тұр қазір. 37-де 7. Екінші датчигіміз 37-де 3. Үшінші датчигіміз 37-де 7. Бұл орта жағы примерно. Астыңғы рядтар 37-де 5 көрсетіп тұр. Оның астындағы ряды, яғни сол бағыттар, бірақ мына сол жақтары. Олар сол 37-де 6 көрсетіп тұр мысалы. Средний сонда 37-де температура бүкіл датчиктардың. Таблода 37-де 5 көрсетіп тұр. Арасы 0,4 градус көрсетіп тұр. Бұл 2200-дік инкубатор өте жақсы бұндай показания. Қазір мен сіздерге ашып көрсетейін. Жел кәдімгідей бері қарай үрлейді. Дауысын естіп отырсаңыздар. Вентилятор негізі 2,5 инкубатор 3000 болса, ыңғай келсе 350-лік, 400-лік мощный қуаттылық жағынан өте жоғары вентиляторлар болады, соларды қойсаңыздар жақсы. Мына как тестовый режим сияқты. Мына жерге актуатор қоямыз. Цеп вообще алып тастаймыз. Суға 12 вольттық қауіпсіз вентиляторлар тұр қазір бізде. Қуаттылығы өте жоғары. Ылғалды көтеріп тұр. Тенді мүлдем алып тастадық, мүлдем өшіріп тастадық, тенді қоспаймыз. Мына кулерлардың өзін қарасаңыздар, міне қалай суды бетіне қарай құйса вообще шашады. Яғни бұл 12 вольт қауіпсіз болады. Міне біздің датчиктер, астыңғы датчиктер тұр мысалы. Үстінде датчиктер тұр, міне тұр датчик, әне тұр мысалы датчик. Ана жерлерде бір датчик бар. Осында инкубаторларды шығарып жатыр. Біз көбісіне калибровка жасап, осында кеңестер береміз. Егер де кейбіреулердің инкубаторлары болады, осындай алған, бірақ нашар шығарады десе, яғни ыңғай келсе вентилятор қуаттылығы өте жоғары вентиляторлар қойыңыздар. Теннің орнына тен болса да бола береді, болмаса кабельдер, греющий кабель қойсаңыздар болады. Мүлдем цепной механизм мүлдем алып тастасаңыздар өте жақсы, өйткені ертең проблем болмайды. Бұл цепной механизм деген бір проблемный нәрсе, бұл өзін шамасы жетпейді. Сонда да кейбіреулер қойып қояды осындай 2000-дық, 3000-дық инкубаторларға. Бұларға үлкен актуаторлар қойған жақсы. Мен сіздерге қазір көрсетем. Ыңғай келсе осындай актуаторлар. Бұл 600 килограммға арналған негізі. 2000-3000 жұмыртқаға қоя берсе болады. Бұған өздерімізде. Соны переделка жасаймыз. Ыңғай келсе суға барынша 12 вольт қуаттылығы жоғары вентиляторлар қойғандарыңыз абзал. Өйткені ол жер ылғал болғасын, су болғасын 220 вольт өте қауіпті болып саналады. Біз аштық инкубаторда, температурамыз түсіп кетті. 37-де 3 көрсетіп тұр қазір. Осындай инкубатор. Айтайын дегенім, кейбір кісілер осындай инкубаторлары бар, 500-дік болсын, 1000-дік болсын, 2000-дік болсын, 5000-дік болсын. Үлкендеу мықты вентиляторлар қойсаңыздар, және де калибровкасын жақсы жасатып, біздерде де мамандары бар. Выездбен жүреді, калибровкасын жасап, және де кеңес береді. Запчастар керек болса, запчастарын да ауыстырып береді. Запчастар да сатылымда бар. Хабарлассаңыздар болады.
сондай вентиляторларды ауыстырып, және де көпшілік адамдар 90% нәтижеге жетіп жатыр. Өте жақсы шығып, ондай адамдардың да отзывтарын каналда көре жатарсыздар. Сондай кеңес берейін дегендерім. Осындай. Бұлар енді кішкене не болды? Басында кішкентай вентиляторлар болды мысалы. Солардың орындарын ауыстырып, қазір қарастырып, тестировать етіп отырмыз. Тестіден өткізіп, құдай қаласа жұмыртқа саламыз.